Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қаз етін духовкада пісіретін боламыз. Ең алдымен біз тазалап алған қаз етімізді мариноваттап 5-6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Бірінші тұзды шашып, негізі бұл тұздалған қаздың еті. Тұз аз болып қалмау үшін мен тағы да кішкене тұз қосып араластырып жібердім. Араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа чесногымызды майдалап алатын боламыз. Егерден сіздерде чеснок майдалағыш болатын болса, сонымен істесеңіздер болады. Мен терканың артындағы несімен майдалап жатырмын. Майдалап алатын боламыз. Достар, егерден осы қазды қалай тазалау керек екенін көргілеріңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Соңғы жағына қалай жүннен тазалау керек, ішіндегі нелерін, шеқарын қалай тазалау керек екенін барлығын бөлісіп кеттім. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мен ашып қарайтын боламын. Осылай чесногымыздың барлығын майдалап алатын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте пайдалы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Менің арнамда әртүрлі рецепттер бар. Олардың сілтемелерінің барлығын астында описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жақтан кірсеңіздер де болады. Осылай чесногымызды майдалап алғаннан кейін соевый соус қосатын боламын. 2 қасық. Аз болса 3 қосып жіберсеңіздер де болады. Лимонный кислота қосамыз. Егерден лимонный кислотаңыз жоқ болса, кәдімгі лимон қоса берсеңіздер де болады. Бұл етті жұмсақ етеді. Жұмсарту үшін қажет. Дәмдеуіштер салып аламын. Қызыл перецімізді, қара бұрышымызды қосып аламыз. Кейін майонезді қосып алып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді барлығын араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған дәмдеуіштерімізді етімізге құйып, барлық жеріне тиетіндей етіп араластырып алатын боламыз. Барлығын салып алдық, енді жақсылап араластыратын боламыз. Барлық жеріне тию керек. Біз алдын ала мариноваттап 5-6 сағатқа қойып қоятын боламыз. Еті жұмсарып, духовкада піскен кезде өте дәмді болып, сочный болып шығады. Сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шықты.
барлық жеріне тиді. Осылай араластырып дайындап аламыз. Енді бұны холодильникке салып қоятын боламыз 5-6 сағатқа. Бетін жауып холодильникке қойып қоямыз. Енді 5 сағаттан кейін духовкамыздың тапасын алып фольга төсейтін боламыз. Мен фольгаға пісіретін болам. Егер де сіздер пакетке салып пісірсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша пісіріп көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мен фольгаға орайтын боламын. Фольгамызды осылай бөліп аламыз. Енді етімізді үстіне салатын боламыз. Етімізді араластырып аламыз жақсылап. Осылай жайып салып алатын боламыз. Енді бұның үстіне көкөністерімізді турап салатын боламыз. Чесногымызды салып аламыз. Айдалап турап салып алатын боламыз. Тәтті бұрышымызды саламыз. Енді пиязымызды майдалап турап салып алатын боламыз. Сәбіз қоссаңыздар да болады. Бізде сәбізді ұнатпайтын болғандықтан мен қосқан жоқпын. Пиязымызды турап алып, қолымызбен мұжғылап отырып салатын боламыз. Осылай салып алатын боламыз. Қаздың етінен бірінші рет тамақ жасап жатырмын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеомның соңында осы қазды қалай тазалағанын барлығын салып қойдым. Оны да өтіп көрсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Бірінші рет қаздың жүнін тазалап, шеқарын тазалап көрдім. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Енді помидорымызды бетіне осылай турап салып алатын боламыз. Салып алдық. Енді картошкамызды майда қылып турап алатын боламыз. Осылай шет-шетіне қойып алып, бірінші кейін қалғанын үстіне қойып шығатын боламыз. Достар, менің видеом ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта қандай тағда рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Осылай барлығын салып алатын боламыз. Достар, алдағы уақытта қойдың ішек қарын қалай тазалау керек екенмен бөліскенімді қалайсыздар ма? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Егер көргілеріңіз келсе, мен видеосын салатын боламын. Картошкамыздың барлығын турап салып алдық. Енді бұның үстіне тұзымызды шашып аламыз картошкасына. Етіне тұз қажет емес.
ол мариновка жасалған кезде тұздалған. Енді картошкаға кішкене тұзымызды, дәмдеуіштерімізді, қызыл бұрышымызды салып аламыз. Үстіне кішкене май құюды ұмытпаңыздар, достар. Мен май құйғаным көрінбей қалыпты. Кішкене майды құйып аламыз да, сонымен бетін жауып, духовкаға 200 градус қызып тұрған духовкаға мен 1 сағатқа бетін жауып салып қоятын боламын. 1 сағат ровно 1 сағат тұрғаннан кейін алып, бетін ашамыз да, кейін тағы да мына 1 сағат тұрды. 1 сағаттан кейін бетін ашып, картошка сәл кішкене қаттылау болып тұр. Етімізді жақсылап барлығын араластырып аламыз. Сонымен духовкаға тағы да жарты сағат 45 минутқа тағы да қойып алатын боламыз. Толықтай пісу үшін асықпай 1 сағат 45 минутта менде пісіп шықты. Сіздерде асықпай пісірсеңіздер болады. Қазірдің өзінде еті жұмсақ болып пісіп шықты. Кішкене картошкасы пісу үшін, дәмдері бір-біріне сіңу үшін мен тағы да жарты сағатқа қойып қойдым. 45 минут тұрған еді менде. 45 минут қойып қойдым. Өте дәмді болып шықты. Міне достар, тамағымыз дайын. 1 сағат бетін жауып қойдым. 45 минут бетін ашып, тағы да пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Енді жақсылап бір рет араластырып жібереміз де, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде жасап көріңіздер. Комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Тамағымыз дайын. Дастарханға тарта берсеңіздер болады. Ас болсын бізге. Өте керемет болып шықты. Достар, видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Енді бұл қаздың жүнін қалай тазалаған, шеқарын қалай тазалағанымен бөлісетін боламын. Бұл қазымыз. Негізі бұны соямыз деп ойлаған жоқпыз. Қораздар шұқып тастаған. Сол себепті арық болса да бұны союға тура келді. Өстіп басын кесіп алып алғаннан кейін үстіне ыстық қайнаған суды құйып аламыз да жүнін жұлатын боламыз. Қайнаған сумен өте тез жұлынатын болады жүні. Осылай барлық жерінің жүнін жұлып шығатын боламыз. Негізі қысқа дейін бағамыз деп ойлағанбыз, болмай қалды. Қораздар тыныштық бермей шұқып тастаған, сол себепті союға тура келді. Осылай асықпай барлығының жүнін жұлып аламыз. Достар, комментарий бөліміне сіздерде қалай тазалайсыздар, соны бөлісіп кетсеңіздер болады. Мен негізі бірінші рет тазалап жатырмын. Бұрын тауықтың, үйректің жүндерін тазалап көргенмін.
Енді қаздың жүнін тазалап жатырмын. Сіздерде тазалап көргенсіз бе, қалай тазалайсыздар, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Ыстық су құйғаннан кейін жүндері тез жылынатын болады. Жылып барлығын тап-таза қылып тазалап аламын. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Достар, қойдың ішек-қарнын тазалаған видеомды салғанымды қаласаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Осылай барлығын жұлып алатын боламыз. Егерден көп қаздарыңыз бар болатын болса, осы көкірегіндегі жүндерін суға тигізбей бөлек жинап, жастыққа істетуге де болады. Үйректің жүндерін, көкірегінің жүндері жұмсақ болады. Асықпай біртіндеп отырып жұламыз. Көкірегінің жүндерінің барлығын жастыққа жинап, жастық істесеңіздер болады. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться бөлімін тіркеліп, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер, алдағы уақытта мен бөліскен рецепттерді алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Өте пайдалы рецепттермен бөлісемін. Сыртындағы терісін жұлып алмайын деп тазалаған едім. Негізі осылай целый ғып, ішіне картошкаларды салып, солай жасайым деп ойлағам. Солай жасайым деп тазалап жатқам негізі. Кейін ұмытып кетіп, ішінің барлығын тазалап бөліп тастаппын. Ұмытып кетіп, содан кейін бұл дымлама тамақ сияқты дымдап пісіруге тура келді. Негізі целый пісіремін деп ойлаған едім. Алдағы уақытта целый да пісіріп салатын боламын. Осылай барлығын асықпай отырып тап-таза қылып жұлып алатын боламыз. Сыртын тазалауға бір жарты сағат уақыт кетеді. 20 минут, жарты сағат уақыт кетеді. Тазалап болып қалдым. Осылай барлық жерін тазалап алдық. Енді бұны газге сыртында қалып кеткен майда-майда жүндерінің барлығын күйдіріп алатын боламыз. Газымызды жағып алдық. Енді сыртындағы майда жүндерінің барлығын күйдіріп шығатын боламыз. Еш жерінде жүн қалып кетпеу керек. Аяқтарының арасы, қолтықтары, барлық жерді тазалап күйдіріп алатын боламыз. Жүнін үйтіп аламыз дейді ғой.
осылай үйітіп аламыз. Күйдіріп барлық жерін, жүндері қалып кетпеу керек. Сыртындағы майда жүндердің барлығын күйдіріп алдым. Енді бұның сыртын кішкене қырып жуып жібереміз. Сол кезде қаралардың барлығы кететін болады. Суға жақсылап жуып аламыз. Мен сыртын жуып алдым. Ешқандай қылтық, еш нәрсе қалған жоқ. Сонымен бірінші аяғын кесіп алып тастайтын боламыз. Аяғын кесіп алып тастадым. Кейін екінші түтен айын кесеміз. Құйрығын кесіп тастайтын боламыз. Осы кезде барлық жерін кесіп тастаппын. Мен ұмытып кетіппін. Негізі целый пісіргенім күшті болатын еді. Ұмытып кетіп, осылай барлық жерін ақтарып тастаппын. Жүрегін, бездерін алып тастаймыз. Жүрегін алдық. Енді тамағындағы ұзын осындай несі бар, соны алып тастаймыз. Шек-қарын бәрін алып тастадық. Өкпе бауырларын бәрін тазалап алатын боламыз. Тазалап алып, жақсылап жуамыз. Жақсылап жуып алатын боламыз. Сонымен кесіп тұздап қоятын боламыз. Мынау тас қазаны. Тауықтарда бұрын тас қазан деп айтып жататын. Бұл да солай шығар. Тас қазан или ас қазан ішіндегі тастарын нелерін алып тастайтын боламыз. Ішінде бір қабығы алынады. Сол қабықшасын алып тастайтын боламыз. Кейін қазымызды жақсылап жуып, тұздап қоятын боламыз. Жақсылап жуып алып, тұздап қоямын. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз.